أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya аса қамқор ерекшен берінді болған жарлықаушы жаппарем жаратқан Алла, бір өзіңе сан-санақсыз мақтаулар болсын, мадақтар болсын. Баршамызға бастың амандығын, денің саулығын бер, иман байлығын бер. Пәле жаладан, тіл көзден, ауру сырқаудан, қауіп қатерден Аллахым өзің сақтай көр. Пендешілікпен, әлсіздікпен жасаған күнәларымызды кешіре көр. Ауырып жатқан мұсылмандарға шифа бер, қиналып жүрген мұсылмандарға жәрдем бер, перзенттерге перзент бер. Я жаратқан Алла, өзің разылығың үшін деп, осы оққан қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты сатып алды Отар ұлы, Талғат Құсайын ұлы, Талғат Сәуен ұлы, Мұханбет Қали Қабдел ұлы, Серік Отар ұлы, Серік Тәжікен ұлы, Серік Айын ұлы, Нығмет Хами ұлы, Болат Закария ұлы, Бал болсын Орынғали қызы, Көбеген Әлмұхан ұлы, Зоя Сағын қызы, Асқар Бағыт ұлы, Жәдігер Жақсығали ұлы, Айнаш Салықбай қызы, Бәтима Сәдіман қызы, Аманқос Бердеш ұлы, Берік Қошақан ұлы, Теңізбай Әділғали ұлы,
Мағия Құдайберген қызы, Ботагөз Ғазиз қызы, я жаратқан Алла, өзің разылығың ішінде босоққан қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты, осы жайылған дастарханнан болған сауапты, осы аты аталған кісілердің рух шәріптеріне бағыштадық. Я жаратқан Алла, өзіңнің азабынан сақтап, кәбірдің азабынан, тозақтың отынан сақтап, кәбірдің кең сұрақтарын жеңіл қылып, алдарынан жарылқағайсың, имандарын жолдас қылғайсың, артында қалған ұрпақтарын, ағайын туыс жақындарына, құрдастарына қайыр берекеңді, жақсылығыңды, амандығыңды беріп, өзіңнің разылығың үшін деп жасап жатқан ізгі амалдарын қабыл етіп, сауаптан жазғайсың. Елімізді аман, жұртымызды тыныш қылғайсың. Өмір жасымызды ұзақ, денімізді сау қылғайсың. Я жаратқан Алла, мектеп бітіргендеріне, 50 жыл толып жатқан аға апаларымыздың үй іштеріне, отбасыларына, кәсіптеріне, алжандарына қайыр берекеңді, жақсылығыңды беріп, күннен күнге, жылдан жылға аман есен жетімізді нәсіп ет, садақамызды қабыл ет. Аллах. Біраз қызмет етіп жатсыздар. Болашақта да осындай жақсы істерің жалғаса берсін. Мынау көп класстастар, жолдастарың дүниеден өтіп кеткен екен. Жатқан жер жайлы болсын. Жақсы азаматтық жасап жатсыздар. Бір аударылып жатқан болар, оларды еске алып жатсыздар. Отбасылар аман болсын. Аман болсын, ұрпақтар өсе берсін. Ал сіздерге бұларды жоғары табыс тілеймін. Аман болыңдар. Балаларыңның, немереңнің қызын көріңдер. Осындай өздерің сияқты патриот ұлы қыз тәрбиелеңдер. Аман болыңдар. Қазір заман жақсы, жағдай жақсы. Балалар оқуға бәріне мүмкіндік бар. Оқытыңдар, тәрбиелеңдер, аман болыңдар. Рахмет. Қымбатты ел жылда ел жаңа деген сол жылдың бер жағында талай шаралар өтіп жатыр, болмай жатыр. Біздің арамызда осы лардың бірге жүрген қыздар көрінбейді. Әттең дүние өмір деген қысқа екен ғой. Міне біздер соң бір қатарын білдік, бірге жүрдік. Сол көрінбей кеткен өзіміздің туысқандарға біз енді отырғанда үлкен қайырма айтамыз екі бастан. Әттең дүние өмір ешкімге ұзақ берген жоқ. Міне сол бір қатары қазір болмай отыр. Соны естігеннен кейін де көзімізге жас келетін сияқты жастар әттең дүние осы кім болған жоқ арамызда, бәрі де болды, бірақ сол жоқ болып отыр. Міне қазір сол арамызда жоқ екен. О дүние, әттең. Аман болғайсыздар. Енді кейінгі ұрпақтар аман болсын. Осылардың жиған тергендерде дендері сау болсын. Барлығы осы ел жылда ел жаңа дегеннен көрі соң бір қатар болса екен деп тілек етем. Әттең біз мектепте жүргенде соларға кезекші болдық. Оның бір қатар көз алдымызда өтті. Ал соң қазір жігіттер жоқ болып отыр. Міне осының өзі де бізді жырландырады. Қазір біздің арамызда жоқ осы арада мысалға. Бұл дүние қысқа ғұмыр сол. Ал енді сол болмаған оқуларға басымызды иеміз. Соларға денсаулығын тілейтін едік. Енді болмай қалып тұр ғой. Міне қысқа ғұмыр деген осы. Аман болғайсыздар. Мына ұрпақтар жақсы болсын, өсе берсін дегім келеді. Әттең осы, міне біздегі шара осы енді айтарымыз. Жақсы, енді мына көпшілік, осы мұқырдың көпшіліктері бәріңді келген екесіңдер. Мен де бір әуелден мұқырдың кемпір едім. Сол жүріп жатырмын. Енді келулерің дұрыс. Өмір деген өткінші өтті де кетті. Ал мен Асқар деген баланың мамасымын.
Енді не айтам? Сол дүниядан озған балдардың ата-анасы, бауырлары болса аман болсын. Жастар ұзақ болсын, денсаулықтары жақсы болсын. Енді бұрында мақал бар ғой, дүнияға келмек бар, кетпек бар деген. Менің балам жастайында кетіп қалды, Асқар деген бала. Соның мамасымын. Бағыт деген кісінің кемпірімін. Есентемір. Енді не айтам, кеткен кісінің алдынан жарылғасын. Енді жұмақтың төрінен орын алсын дейміз, иманды болсын дейміз. Олар жас балалар, енді жас болса да солай айтамыз ғой. Ал енді осы мына елеп, біздің мұқырлық халық болып, қол жайып тие берсін деп айтайын деп отырғандарға бәріңе де көп рахмет. Үлкендерің, кішілерің бәріңе. Енді бұрында айтқан ғой, кеткен адамды сыйлаған жақсы деген. Бәріңде бауырларың бүтін болмас, болады ғой пенде болғасын. Ал қалғандарың бәрі аман болсын, жанұяларың аман болсын, мына қатысып отырған кісілер бәрінде. Денсаулықтарың жақсы болсын. Осы жақсы өмірде, жақсы денсаулықпен өмір сүре беріңіз. Көп рахмет. Мен де бір қатысып келіп қалдым енді. Құрда келіп қалдым, бұл жаңа күшті келген риза болады. Тағы кімдері бар енді? Өзіміздің жігіттер қыздардан бар ма? Келіп атқан нелерден бар ма? Сояқтан келіп тұр, осы өзімнің 50 жылдыққа қатысайын деп. Әке, өзің енді орысша айтып жүрсе ренжімейсіздер енді оған. 40 жыл Россияда болған екен. Бірақ 50 жыл Россияда болса да бір орысша қоспайды. Біздерден таза сөйлейді. Ал қадірмен рахмет. Тамағын жеп алды. Аш қалды ғой. Ал қадірменді кластастар. Болмай. Мына ағайлар мен апайлар. Осы біздің 50 жылдық торқалы тойымызда келіп қатысып отырғандарға көп рахмет. Сендерге ұзақ өмір берсін Алла. Келесі кездескенше де осындай кездесе берейік. Мына жерде жаңағы Патима кластасымыздың несі әкең сияқты бір ана Хапижан жолдасы болса ол баяғыда айтқан екен. Ұмытып қалам қазір. Енді мына Патима кластасымыздың апасы Бейбіт апамыз. Енді сол кісінің бір ауыз сөзін тыңдайық. Ана бардым бәріне. Ана Макайжана ана жүрегім ұстап айтыр ғой. Бәрін айтты, бірін айтты. Денсаулықты айтты, сосын қала берді. Бауыры бүтін ана, бауырлары бүтін адам. Сол күйінде кетсе арман жоқ қой. Мен де бәрі де бар. Жалғыз сіңдімді әлпеште өндіріп едім. Алланың жіберген, алығы көр. Бір қырып сайтында ауыр жіберіп, сонымен кетті. Бүгін ертең өлі қуаншы шеңші өтті. Қобыларым өздері көз алдына, ода тойға барып беріп кетті. Айналайын бауыр бүтін адам жоқ. Бәрі бүтін бір кісі жоқ. Аман жүр құлыным, қайда жүрсің де. Саулығың болсын, балдарың қызығын көр. Әр айт, бер айт. Әр айт, бер айт. Жамандық мұна. Оның жасы құрсын. Жасы құрсын. Оның денсаулықты айт. Сода мұна бауырыз балаңмен бауырың амандығын айтайын. Аман жүр далада жүрсің ғой құлыным. Жасың ұзақ болсын. Бейнет бермесін бірақ. Әмин, рахмет. 50 жылда ел жаңа деп ағаларымыз айтып атыр ғой. Кейбір бірге оқыған жолдастарды 50 жылдан кейін көріп отырмын мен. Бүгін мінекей өмірден өтіп кеткен жолдастарымызды еске алып, суреттерін көріп, көңіліміз түсіп отыр әрине. Енді жатқан жерлері жайлы болсын, ұрпақтарына берсін,
шуағын шашсын ұрпақтарына. Деніміз сау болсын. Барлықтарыңызға осы отырған денсаулық тілеймін. Денсаулықтың арқасында, осындай ауызбіршілік ынтымақ берекенің арқасында 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл, 100 жылдығымызды тойлауға Алла нәсіп етсін. Дендеріңізге саулық тілеймін. Мына жерде Ғайсағайым отыр. Ғайсағайдың жолын қуып, мен өзім 40 жылы физик болдым. Оқушыларыма Ғайсағайдың бүкіл тірлігін айтам ғой. Ғайсағай осылай істеуші еді деп. Мен де сол ер азамат сияқты балаларды тәрбиеледім Ғайсағай сияқты. Ал енді барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. 50 жылығы біздің мерекеміз. Мына жеңістің 80 жылдығымен келіп жатыр. Жеңістің 80 жылдығы әрине той деп айту қиын, өйткені ол сондай ауыртпалықпен келген. Мен өзім жеңіс солдатының қызы ретінде осы 9 майда әкемді, анамды және солармен бірге жүрген, Берлинге дейін жеңіске жеткен адамдарды еске алып отырам. Өзім Берлин қаласында болғанда табаны жерге тиген әкемнің жерін сүйіп алайын деп еңкейгенмін, жерді иіскеп. Жатқан жерлері жайлы болсын, шуақтарын шашсын. Рахмет. Ал енді осы алыстан келгендерге береміз де, ауылдағылар не сөйледі ғой. Келім, Теңізбай құрдасымыздың келді. Рахмет. Құрметті де қадірлі жақсылар мен жайсаңдарым. Бүгінгі күні енді осындай үлкен шаңырақта өлі жебемей тірі байымайды деп, өмірден өткен құрдастарыңызды еске алып, осындай бас қосуда отырмыз. Солардың бірі менің ағам өмірден өткен. Сол себепті мен де осы дастарханға бірге болып шақырғандарыңызға бек рахмет. Бұл өмір ақ пен қара, жақсы мен жаман, қайғы мен қуаныш қатар жүреді. Енді осы еске алудан кейін сіздердің жоспарларыңызда жақсы демалыс, жақсы той, көңіл-күй дегендер алдарыңызда бар. Мен осы қуанышқа шақырғандарыңызға бек риза бола тұра, мен осы ағалар мен апаларға кішкене ғана ақ тілегімді, арнауымды, ризашылығымды өлең жолдарымен жеткізсем деп едім. Қабыл алыңыздар. Алдымен амандасып алайында, күміс сөз күмбірлейді сарайымда. Алланың нұры жаусын деген екен. Ассалаумағалейкум, ағайындар. Армысың, аманбысың тойлы халық, арды ғана ойлайтын ойлы халық. Қойсаңыздар келіні адайлардың, ысықтың бір қызынан сәлем алып. Мұқырым құтты мекен елебескер, сауық сайран сарқыбақ құрған кештер. Құшағын кең ашып тұр, қош келдіңдер, туған ауыл төсіне 75-тер. Шағала ақын көңіл шарқырғанда, жыр өзен өздеріңе сарқылған ба, сағынышпен қосылған бастарыңыз, тойларын құтты болсын, жарқын жандар. Еселеп келдің, тағы да енші еселе, бақыт пен бақта маңдайға біткен беселі. Еңбектер сіңіп, елменен ұрпақтарыңа, тірлікте мына келесіздерде көсіле. Алдарыңызда торабы ашық жол болсын, шаңырақтарда береке бірлік мол болсын, әдемі қарттық ортасында өтсін ұлғыздың, денсаулықтарың темірдей мықты зор болсын. Ақ пантик таққан гүлғыздар ауыл сәнеді, бұрымды тартқан бозбала болған жан едің. Бұл күнде ата бауырына құшқан немере, арулар бүгін келінге қамқор енелер. Осылай мен де ақ тілекпенен келгенмін, тарихтың аппақ парағын әсем енген күн, жүректен шыққан нәркестеу жырдың жолымен, қуанышпенен құттықтап кету жөн көрдім. Қолымда қағазбенен қалам барда, бағалауға жарайтын бағаң барда, тағайын өлеңімнен өмілдірік, риза болған біраз адамдарға. Ауылымның құрмет тұтар ағасы, інілерге қамқор болған жағасы, ұлы достық қадірінде білген жан, кездесудің қызметінде жүрген жан. Шәпи аға жанұясы жарасым, тапқан оған ешкімнің жоқ таласы, адал жары болғандайын апамыз, қызығардай
қызғалдақтар анасы. Қол соғып қойсаңыздар болады. Үміттерін үкілеп ақ үлгерген, шаруашылық жөнін жасай білгендер, батыраға жаңыл қамар апалар кездесу деп құрақ ұшып жүргендер. Көтермелеп берер едім бағаны, торабында іздіктері қалғаны. Тері тамған темір жолға біраз жыл, айта кетсем темір жолшы ағаны. Марқұм Әсет аға дейтін дарашын, атын атай алмай тұрмын қарашы. Гүлшарадай жеңгеміздің бағы бар, осы тойға сіңген еңбек тағы бар. Сайын аға биіктеткен тауың бар, сол биіктік білегіңмен бағынған. Әлемінде спорттың ұлы өлшеусіз еңбегіңіз жалында бақ жағылған. Осы шумақ қарындастың жүргілі қабыл алғын кеудеңізге тағылған. Апа болды ергендерге артынан, қорғаудан бір кездері жоқ тартынған. Гүлжамалдай мақтанамын бауырмен, бағасы бар қымбат маған алтыннан. Үйлестіріп барлық істің басында, еңбегі көп білерсіздер расында. Бұл кездесу әдем өтсін деп жүрсіз, Айжан апа жасың жетсін ғасырға. Ел құрметтеп құрақ ұшып жатады, кітаптардың авторы деп атады. Білім көгін шарлап ұшқан шағала, құрмет тұтам Жұмазия апаны. Сізге төксін шуағында бұлатаң, туған жердің топырағында өскен гүл апа. Бір кітабы шықсы екен деп қашанда тілектес боп жүрген маған бұл апа. Туды жауһар көңілімнен ұлы өлең, мен қазақтың қара қызы жыр емген. Аттарымыз аталмады демеңдер, баршаңызды жақсы көрем шынымен. Бейбітшілік заман болсын елімде, үйің жанға, малға толсын жеріңде. Ауырмаңдар, саулықтарың зор болып, еш жамандық көрмеңдерші өмірде. Туған мекей беткейі көктегенде, ауылға арсалаңдап беттегенде, қош келдіңдер той болсын таңға жайып, бұл күнге жеткенде бар, жетпегенде. Енді мына өмірден өткен аға апаларымызды кішкене ғана еске алып, жыр шумақтарын бір рет арнай кетейін. Жанарымды сулап алып, жазар болсам жырды ізгі, түнгі аспанда беймезгілде аққан жұлдыз тұрды өзі. Көкіректі күрсіндіріп, мөлдір шықтай мұң ілген, май айының мамыражай 9-шы жұлдызы. Асығыстау аттандылар, буып түйген күш қалып, асыр салып бірге ойнап, бірге жүріп өз танық. Дұға тілеп, жер бесікте тербетсін деп жаратқан, жатырсыздар арадағы кеткендерді еске алып. Ризамын өздеріңе, берер үлкен бағам бар, болса деймін тіршілікте, бәріңізге Аллам жар. Арманда бұл өткендердің бірі болып ұзаған, тағдырына тартылғанды қабыл алған ағам бар. Арада жоқ осы сәтте, жоқтығы да батар әлі, жабығыпта қалар рас көрген кезде қатарларын. Ақан серік аман қос асқар, сатып алды талғаттардай, жарыңыз деп көздерінен жасы тамған апаларым. Орта жолда тоқта бақыр, өмір атты көліктері, бақилыққа ерте кетті, ортамыздан бөліп тегі. Панасына алсын Алла, жер көрпесін мамық қылып, Мұхаммедқали жәдігер берік, болат нығымет серіктерді. Талғамайтын жас кәріні, ажаларсыз не деген, дәл қадалар жебелері, таңдамай-ақ безеген. Сақталады жүректерде, ұмытылмас бейнелер, қимас жандар бал болсын айнаш, Бәтима Зоя көбеген. Мезгілсіздеу алыстады, жоқ еді ғой жоқ ойда. Қатсам деп жүрген еді, дайындалып бұл тойға. Ақ көйлегі ағармандай, қалды үстіне бір сұқпай. Ботагөздей жанападан айырылдық түгікпай. Неге деген сұрақ қалды, жұмды нұрлы жанарын. 50 жылдық бұйырмады, барма жасар амал. Ұлын іздеп ұзақтаған, болмай маза көңіл күйде. Асқар жаным кеткен еді, ақтан киіп жалаң жейді. Деп жоқтайды жаулығымен, көзін сүртіп қайранана. Шығысында ауылымның қара кемпір, қара шүйде. Төбешіктер болған, иә,
әттең әр тұлға. Жандар еді тірі болса, жаны жайсаң жарқылдар. Қабыл болсын Құран дұға, бағышталған оқылған. Құрбы құрдас еске алды деп, бірауын-арау марқұмдар. Тыңдағандарыңызға бек рахмет. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды дейді. Тіршілігімізде бір-бірімізді бағалай білейік ағайын. Рахмет. Рахмет көп. Көп рахмет. Әрине бұл қолдан келетін өнерге теңдессіз риза болып жатырмыз. Көп рахмет. Жүрек жарды өзің тілегіңді жеткізіп жатсың. Көзіңнен жас ақпасын. Ол жас енді алда уақытта қуаныш жас болсын. Әлемдік Фейсбуктан, Инстаграмнан әрине сені мақтанып қуанып отырамыз. Рахмет көп. Мынандай әдемі жырларыңа. Орамал том болмай жол болады деген. Көп рахмет. Тұра ғой дейді. Жұмазия. Сатып алдының ұлы отыр мін жерде да. Атыңды айтау. Келе ғой, бері қарай. Атыңды айтып жіберсең. Абзал деген ұлы келіп отыр. Нығмет марқұмның апасы Әмин апай келіп отыр. Асқардың анасы Қапураш апамыз қатынасып отыр. Айнаш класстасымыздың қызы Айымгүл қатынасып отыр. Келе ғой Айымгүл. Бәтиманың апасы Бейбіт апай қатынасып отыр. Ауырсам да келдім тонау Атыраудан деп отыр. Теңізбайдың келіні жаңа Райхан өздеріңіздің алдарыңызда жырын көрсетті. Және Ботагөз класстас қызымыздың ұлы мен келіні қатынасып отыр. Келе қойыңдар, айналайындар. Ал жақсы, ассалаумағалейкум, папа мамалар. 50 жылдықтарыңыз құтты болсын. Мен есімім Абзалуат, Сатуалдың 2-ші ұлы болам. 3 ұлымыз, үлкені Қуаныш, менен кейінгі Абай. Аллаға шүкір, үлкенінде 6 бала бар, менде 4-еу, інімде 6 бар. Өстіп бізді елеп шақырып атқандарыңызға көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Аллах тағала сіздерге ұзақ ғұмыр берсін. Балдарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, өстіп мектеп бітіргенден 60-70-80 жаста ойлап жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Және Көбеген мен Зояның ұлы Мерей қазір келіп жатыр екен, мен байқамай қалыппын. Келе ғой Мерей. Ассалаумағалейкум, барша жамағат. Мұқыр орта мектебінің 75-ші жылғы түлектері, аналарымыз, әкелеріміз, және осы шараға қатысушылар. Барлықтарыңызда мына оқыған дұғаларыңыз, қолатқан іс ниеттеріңіз бәрі Алла қабыл болсын. Сіздерге күш қуат, жақсылық ғұмыр тілейміз. Алдағы болатын шараларға жақсы көңіл күймен, жүздеріңізді күлкі кетпей қарсы алуға тілектеспіз. Осы жерде болатқан осы шараға қатыса алмай жатқан жас жетпеген достарыңыз, класстастарыңыз, ұл қыздарыңыз, ата-аналарыңыздың жаны жанатта болсын. Алла рахымына бөлесін, жақсы күндерді кездесейік. Ниеттеріңізді Алла рахымына алсын. Үлкен рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум барша жамағат, Асқар тауға келер, асыл аналар. Сіздерді көріп барлықтарыңызға қуанып тұрмын. Сіздердің осындай құрмаларыңыз құтты болсын, үлкен жиын. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Әкемнің, шешемнің орын жоқтатпай, осындай елеп шақырып атқандарыңызға көп рахмет. Мына жерде әкемнің ұстазы болған Гүлжан апайымды көріп, өзімнің ұстазым 5-ші класстан 11-ші классқа дейін беріп еді. Соны көріп қуанып жатырмын. Баршаңызға рахмет осындай үлкен жиындарда. Аман болыңыздар. 50 жылдықтан кейін 60 жылдық тойлауға жазсын Алла. Дендеріңіз сау болсын. Саламатсыздар ма, құрметті папаларым, мамаларым. Сіздерге көп рахмет.
Мен Затмағамбетова Айнажан Салықбай қызының қызы болам. Құтты болсын бүгінгі 50 жылдықтарыңыз. Алла тек ниеттеріңізді қабыл етсін. Баршаңызға, отбасыларыңызға береке, шаттық тілеймін. Көрген бейнеттеріңіз тек ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немере жиендеріңіздің қызығына тоймай, аман есен ойнап күліп жүре беріңіздер ортада. Баршаңызға тек осындай үлкен оңай емес әрине. Баршаңызға көп рахмет. Тек бейнеттеріңіз той-тойлау болсын көрген. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін. Бүгінгі келіп жатқан 80 жылдық ата-бабамыздың беріп кеткен бейбітшілігі, шүкір етеміз, Аллаға шүкір. Ол кісілердің аруағы тек өлі жібімей тірі байымайды дейді ғой. Ол кісілердің аруағын әрбір шаңырақ Құран бағыштап жатыр деп ойлаймын бүгін. Бұл күн оңай күн емес негізі. Баршаңызға көп рахмет. Рахмет көп. Көп рахмет. Сауапқа жазсын. Ассалаумағалейкум тағы да. Мынау енді біздер мынау класстастарымыздың жолдастары бар осы жерде. Нығмет марқамның Қамажай. Бар ма Қамажай? Ортаға шықсаңыздар, Асия бар, Асима бар, тағы кімдер бар бізде? Күндера бар, бұл жерде Айнаш бар, Айжан бар, Қалуаш бар. Асия, барыңызда ортаға шақыруларыңызды сұраймыз. Қамария бар, Қамар. Құрметті енді осы жерде отырған жамағат, өзіміздің класстастар, енді осы қыздарға көпке алғысымыз шексіз. Біздер енді ортамызда класстастарымыз, азамат жігіттеріміз болмаса да, осы біздермен қандай шара болмасын, қуаныштарымызда да, басқа да реніш жағдайда бәрі бірге жүреді. Сіздерге көп рахмет. Алла қуат берсін, дендеріңіз саулық болсын, отбасыларыңа аманшылық болсын. Мына класстастарымыз көреміне кеткен жақсылықты, қуанышты Алла тағала сіздерге көріп жатсын. Аман болайық. Айжеке қайдасыңдар жұмқа? Құрметті мына бүгін жиналып отырған 75-ші түлектер және мына өмірден өтіп кеткен ұл қыздардың ата-аналары, бала шағасы бәрі осы бүгінгі шараға келіп отыр екен. Енді мына 75-ші түлектерге көп-көп рахмет. Мен Нығметтің жолдасымын. Осы сіздерге көп-көп рахмет айтам. Енді осындай бірге болыңдар деп шақырып атсыздар. Бүкіл осы өтіп отырған шараларда еске алып атасыздар. Орын жоқтатпайсыздар. Енді осы балдарымыздың тойына, құдалығына осы шақырғанда келіп атады. Баяғыда кетіп қалып еді деп, орын жоқтатпай, балдарымыз мәз болып атады. Көп-көп рахмет. Соның ішінде Сайын Айжан, Шүкірәлі, Несібелі, Есенияз Майра және Найзабек Күләш. Осы кісілерге көп-көп рахмет айтам. Тойларыма, бүкіл балдарымның қызықтарына ортақтасып жүреді. Енді бал болсын деген жаны жанатта болсын. О кісі осы
намет кеткеннен бері осы менің қасымда жүрген осы кісілер. Ал ол кісінің наметінде кеткеніне 30 жылдан асты. Сіздерге көп-көп рахмет, басымды ем. Енді осы болып отырған асымыз енді жатқан жерлері жайлы болсын дейім, кеткен жандардың. Топырақтары торқа болсын, осы бала шағасына тек шапағат тиіп жата берсін дейім. Ал енді тек жүрген жерлеріңіз осындай той болсын. Мына 75-ші түлектер, енді тойларыңыз тойға ұласа берсін дейім. 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл деп енді тойлай беріңіздер. Бәрі осы орталарыңыз ортаймасын дейім. Рахмет қыздар, сауапқа жазсын, көп-көп рахмет. Біздің ортамызда біздің жолдасымыз баяғыда дүниелік болған еді. Біз сіздерді нағыласыздар, мазаланып демей, бір ауыз сөзіміз тастамай, ортамыздан табылған барыңыз үшін сіздерге мыңда бір рахмет. Рахмет, аман жүріңдер. Осындай 50 жылдықтарыңа еске алып, өмірден өткен құрдастарыңды бірге бол деп үнемі шақырасыңдар айналайын. Рахмет. Мынау 50 жылдықтарың құтты болсын. Манадан бері енді айтып атыр ғой енді. 50 жылдық, 55 жылдық, 60 жылдық тойларыңызды тойлай беріңіздер. Алланың берген жасын жасап, бәріңізде енді үлкендік кіріп, жаңағы ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға орналастырып, немерелі, шөберелі болып атқан шығарсындар. Бәрі де құтты болсын. Енді біздердің бауырымыз ертерек кетіп қалды, 33 жасында. Алланың енді көз тиді ме, сөз тиді ме, бір ерекше, өздеріңде білесіңдер, енді орталарында ерекше жаратылған бала еді. Өмірде тірі жүрсе, талай белестерден сүрінбей өтетін түрі бар еді. Енді артында қалған оңалар деген, енді артында мына жолдасы қалды, 2-3 бала қалды. Шүкір, енді со балдар аяқтанды. 2 қызы, 1 ұлы осы орында Әлижан енді осы аяқтанып, соның қызығын қызықтап, мына Қамажай балдарының ортасында өмір сүріп жатыр енді. Мана Жұқатайып Серік дегенде менің бір апамның баласы еді, жиенім. О да енді осы аяқ астынан өмірден өтіп кетті. Артында семьясы бар, қыздары бар. Жақсы, енді Алланың берген жасын жасап жүріп жатыр енді. Кеткен адам кетті, енді жатқан жерлер жайлы болсын, жұмақтың орын берсін енді. Аман болыңыздар. Рахмет, мынау ертекен айналайын ұйымдастырып осындай жылда осы еске алуға, осы 3-4 жылдықта ма, 5-6 жылдықта ма, осы мына Беріктің үйінде болды ау деймін. Беріктің үйінде бір 9 майда бір еске алып, сол бір пандемияның кезі ме, білмеймін, әйтеуір бір болғанбыз. Содан кейін осы енді 50 жылдыққа қатысып отырмыз ғой. Елеп біздерден Нығметтің апасы деп осы мұқырда енді үлкені мен ғой, енді шақырып атсындар, енді рахмет. Енді бәріңді аман болыңдар, денсаулықтарың мықты болсын, жақсы тілектің бәрі шаңырақтарыңа қабыл болсын. Мына енді сіздерді оқытты деп біздерді де оқытты ғой. Мына Қайыржан ағай бар, енді Гүлжан, Ғайса, бәріңізде аман болыңыздар. Бауыржан айналайын, сен де то Астанадан келіп отырсың, енді танып отырсың. Рахмет айналайын, памятың жақсы екен. Енді талай бірге болдық, Нығметтің тойында болдым ғой деп еске алып отырсың. Рахмет, рахмет айналайын. Бәріңді аман болыңыздар. Мен жерде менің мына Қапиза деген, менің Рая деген құрдасымның сіңтісі отыр ау деймін. Жаңа байқамай қалдым, осы ертекен айтты айналайын. Сен де аман жүр енді, тоны Астанадан келіп атсың ғой енді. 50 жылдықтарың құтты болсын, тек 55 жылдық, 60 жылдықта кездесе беріңдер, аман болыңдар енді. Рахмет енді. Айтып жатыр ғой. Жігіттер, қыздар сөйлейтіндер боқа. Бір-екі ауыз сөз айтасың. Ұстазымыз Гүлжан апай, Керей ағай, Қайыржан ағай, Қайса ағай, ал барлық класстастарымыз мына жерде. Енді біз
папасы боламыз, мамасы боламыз келіп отқан айналайын. Иә, барлығыңызға да қош келдіңіздер. Сіздерді көріп қуанып жатырмыз. Жаңа Сатыбалдының баласы өте жақсы сөйледің айналайын. Иә, орны бар оңалар деген. Әттең дүние. Тек сол Сатыбалдының сендердің сол қызықтарыңды, ұрпақтарын көре алмай кеткені өкінішті. Бұл өмір өкініштен тұрады ғой. Иә, ақ пен қарадан тұрады. Алланың бергенін көреміз. Иә. Ал енді бүгінгі мына осы о дүниелік болған класстастарымызды еске аламыз деп жайып жатқан дастархандарымызды Алла тағала қабыл етсін. Осы беріп жатқан садақамыз қабыл болсын. Енді жаңа алдымызда шыққан келіндеріміз деп айтайық. Біздің 75-терге келін боласыздар. Иә, кетіп қалған класстастарымыздың орнын жоғалтпай, шаңырағын көтеріп, Алланың берген ұрпақтарын ұлдың, қыздың тәрбиелеп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немерелеріңді бағып отқан, жаңа ғана алдарыңызда шыққан менің енді құрбыларым, иә, өздеріңіз біліп тұрсыздар ғой. Иә, сіздерге мыңда бір алғыс. Иә, ол жаңағы жарыңыздан ажырасқаннан кейін баланы бір өзіңізге тәрбиелеу ол қиын. Иә, сендерге көп-көп рахмет айтамыз. Қазіргі кезде әрқайсың сол құдандалы болып, иә, шүкір, сол немерелеріңіздің алдында Шомайба Гүлжан дегеніміз, Гүлнар дегеніміздің шөбересі бар. Иә, солай өмір сүріп жатсыздар, мыңда бір алғыс. Иә, алғыс айтамын. Ал енді бәріңізге де тек қана денсаулық болсын. Осы біздің бәріміздің басымызды қосып, осы еске алуды да ұйымдастырып жатқан, кешімізді де ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушы алқасының мүшелеріне рахмет айтам. Енді өздеріңіз біліп отырсыздар кімдер екенін, уақытты босқа алмайын. Иә, мен енді бұрын Ақтөбеде тұрғам, қазір Астанада тұрам. Құдайға шүкірмін. Иә, со келдім сіздердің орталарыңызға. Не айтайын, қуаныштан. Иә, не айтарымды да білмей тұрмын. Тек бәріңізге осы тойымызды жақсы өткізіп, иә, тек Алланың берген жасын жасап, өмірде жүре берейік. Баука келіп жатыр бүгін. Баука, қош келдің. Біздер енді Баука, Қапиза, мен, біздер енді жиі көрініп тұрамыз бір-бірімізбен, қыдырып тұрамыз Астанада. Иә, ал жақсы енді, тек жақсылық айтам. Тек жақсы күндерде кездесейік. Ағайларымыз бар, апайларымыз бар, қатарларымыз бар. Өмірден озған қатарларымыздың ұрпақтары бар. Баршаларыңда дастарханға қош келдіңдер. Бүгін мынау үлкен мереке 80 жылдық болып жатыр. Енді аталарымыздың, аналарымыздың сол құтты болсын деймін. Баршаларыңның жанұяларында тек сол үлкен кісілердің салып кеткен ізімен, сыйластықпен жүре берейік. Екіншіден, мынау енді біз мектеп бітіргенімізге 50 жыл болып бас құрап жатырмыз. Сол дастарханға өмірден озған қатарлармен мына мектепте сабақ берген ағайларымыз бен апайларымызды қонақ қылып жатырмыз. Сіздерге мына келіп жатқан қонақтар қош келдіңіздер. Жанұяларыңызға бақыт тілеймін. Өмірден озғандардың жатқан жері жайлы болып, топырақтар торқа болсын. Иман байлығын берсін деймін. Кейінгі ұрпақтарына шапағатшы болсын. Қатарларыма бүгінгі мына басталып жатқан құрмамыз құтты болсын деп, осы құрмамызды алға қарай тек жақсылықпен жалғастырып, қашанда тек жақсы көңіл күймен 50 жылдығымыздың аяғына дейін бірге болуды жасын деймін. Ал енді баршыларыңда қош келіп жатсыңдар. Енді дастархан құрметке келгендеріңізге көп-көп рахмет. Қатарларға тек сәт сапар тілеймін.
Ал енді құрметті қонақтар, айып еттіңдер, мына Сәкең айтып жатты, өзіңді неге таныстырмадың деп. Мен осы 75 жылы Мұқыр орта мектебінде 66 жылдан бастап жатып, 75 жылы 10 жылдықты бітірдім. Атым Мақсұт, фамилиям Қапашев, әкем осы Ұлы Отан соғысының ардагері, шешем еңбекері болды. Сол осы мектепті бітіргеннен кейін осы ауылда темір жолдың бойында сумен қамту бөлімінің слесарі болып жасадым енді. Бүгінгі мынау жиналып отқан қонақтар дейін мен алайым енді. Біздер 75 жылғы түлектеріміз деп 20 жылдығымызды атап өтіп жатырмыз енді, бәріңіз де білесіздер ғой енді. Келіп отқан қонақтар мына бақилық болған жаңағы класстастарымыздың балдары, жолдастары, ата-аналары, рахмет енді бәріңе де. Өзіміздің ағайларымыз отыр, Гүлжан апайымыз отыр. Апайды көргенде күшті болып қалдым әйтеуір. Менің айтайын деген, менің жаңа 10-шы классында оқыдым, атым Ермек. 10 жыл бойы осы Мұқыр орта мектебінде оқыдым. Орта жолдан 5-ші класста келген жоқпын, 1-ші класстан бастап оқыдым. Өзі 1-ші класстан бастап оқығандар аз сияқты. Көп 5-ші класстан бастап келгендер мыналардың. Ал енді әр айтып бер айтқанда жақсылап өткізейік немізді. Мына жерде балдарым келіп отыр, Ботагөздің айналайындар. Енді баратында жерім еді, бара алмай жатырмын. Артының қайырын берсін Боташтың. Мына жерде Сатыбалдың баласы келіп отыр, Көбегеннің баласы келіп отыр, Мерейжан айналайын. Өбірлі шүбірлі болыңдар, пақытты болыңдар. Орны бар, оңалады деп енді. Класстастарыма көп-көп рахмет, ұйымдастырып атқан комиссия мүшесіне де рахмет көп-көп. Мына жерде Райхан айналайын, бәрімізді сипаттап айтып атсын енді. Алла разы болсын. Бөліп жаратын ештеңе жоқ, бәрімізде бірдейміз. Ал жақсыдан 75-тер тойды арғай жалғастырамыз. Деніміз сау, басымыз аман болып, енді қалған жерде 55 жылдықта кездесейік. Бұл жерде Қызылқаш, тұрыңдар келіңдер, бер қарай. Тағы да Қызылордадан Құралай деген қызымыз, бер қарай келе қойсаңдар. Сіздерге ажымыз тілек. Қамажай, ажы. Салтанат келіп отыр, Ақтөбе облысынан, сосын Қапиза мен Майра сіздердің алдарыңызға шығып жаңа сөйледі. Дегенмен екеуіңіз келе қойыңыздар, суретке түсеміз, алыстан келгендермен қазір. Ассалаумағалейкум мына үлкендеріңізге. Мына 50 жылдықтың азамат пен азаматшаларының мына өмірден өткендеріне ас беріп атқандар Алла тағала қабыл етсін астарын. Ол жатқан азамат азаматшалардың жатқан жерлері жарық, жандары жәннатта болсын. Ал енді мына беріп атқан садақа Алла қабыл етсін. Не айтамыз, біз мына Ақтаудан келіп тұрмын. Зылиха деген жолдасымның, Зылиха деген осы кімнің класстастарының жолдасымын. Айжандардың кімдердің, сайындардың. Зылиха деген кісінің жолдасымын. Ал енді беріп атқан садақаларын Алла қабыл етсін, 50 жылдықтарың болайын деп атқан құтты болсын. Аманшылықта бастарыңыз қосыла берсін, тек аман болайық. Ал қадірменді қонақтар, мен енді осы былтырдан бастап мынау Ердәулет сайын Айжандар осы қыздар жігіттер ұйымдастырып, соны күндерін белгілеп қойғанбыз. Соған енді сол жақтан сол жаңа отпуск алып, демалып, дайындалып, соған келіп жатырмын. Мына соны ұйымдастырған ауылдағы жігіттерге мыңда бір рахмет.
Енді осылай жұмыз жарылмасын, арамыз сереймесін. Осындай мүмкіндік болса, кездесіп тұрайық. Оған келуге мен әрқашанда дайынмын. Рахмет. Енді мынау Антошқа береміз. Ауылда берген, ол бір Антош. Бірақ ол мынау біздің ауылдың, біздің қызымызды, күйеу бола, мынау біздің сұлу қызымызды, Күләнді алып қашып кеткен, бесплатно еще алып қашып кеткен. Оған ұштырақ. Өзі келді ғой өзіге. Өзі келді. Иә. Иә. Ал мына құрметті қонақтар, бүгін жақсы 1975 жылғы Мұқыр орта мектебінің түлектері бүгін 50 жылдық жасап жатыр. 50 жыл тойларыңыз құтты болсын. Беріп жатырған ортамызда жоқ класстастарға беріп жатырған садақа қабыл болсын. Осы әрдайым тек осы Мұқырға тек тойға келейік. Осы беріп жатырған садақа және тағы қабыл болсын. Алды бір келдір бау. Айтып болдылар. Болды ма? Ассалаумағалейкум, атыраулықтар. Ассалаумағалейкум, 75 жылға түлектер. Иә. Құтты болсын. Бүгінгі кездесеміз. Ал енді бүгін осы жерде асқа жиналып отқан қауым Ал енді бүгін мына 75 жылғы түлектер біздер жиналып келіп, өмірден өткен өзіміздің жолдастарымыз, ұлдары менен қыздарымызды еске алып, осындай шамалы солар тума-туыстарын, балалары келіп отыр мына жерде мінекей. Еске алып, ас беріп жатырмыз, садақа жасап, қабыл болсын дейміз. Мен деген Мұсағалиев Сағидолла Сара дегендердің қызымын. Мен 5-ші, 6-ші, 7-ші класста ғана оқып кетсем де, осылар ұмытпай класстастарым қатарына қосып 2 жылдан бері осылармен бірге қыдырып бірге жүрмін. Ал енді мыңда бір рахмет бұларға қалдырмай шақырып осындай ұйымдастырып атқандарына. Ал енді мына аман қазіргі мына өмірден өткен біздің толқыпта тұрмын. Жолдастарымыздың манадан бері керемет айтылып жатыр, еске алып жатырмыз, видеоролик көрсетіп жатырмыз. Ана ең басында салынған, бірақ білмеймін жерде көрінбей қалды біздің Ақботаш. Ол біздің арамызда әлі қазір маған біртүрлі келетін сияқты, қазір осы жерде отыратын сияқты. Әрбір жиынның гүлі болып, жарқырап ортада жүріп, ойнап күліп, әзіліміз жарасатын тамаша жан еді. Сондықтан да қимайтын шығарым, әйтеуір өзім қазір Боташ біздің қасымызда жүрген сияқты ол елестейді көз алдыма. Ал енді жатқан жерлер жайлы болсын, топырақтар торқа болсын, имандары жолдас болсын, желеп жебеп жатсын артында қалғандардың бәріне. Амандықта болайық. Енді Алла жазса 50 жыл, 60, 65, 70 жылдықта да көрсетсін. Тек ортамыз ортаймасын. Қалған жерде тек барлығымызға. Мына өмірден өткен азаматшалардың да тума-туыстарына, бауырларына, балаларына Алла ғұмыр берсін. Атасының, анасының, әкелерінің көрмеген қызықтарын сол балдары көріп, 100 жасасын, ұрпақтары өсіп өне берсін дегім келеді. Аман болыңыздар. Ал құрметті асқа жиналған қауым, бүгінгі мынау беріліп жатқан садақамыз қабыл болсын.
Бүгін енді бір жағынан мен үшін өте қуанышты күн. 50 жылдан бері көрмеген класстастарымды, апайларымды, ағайларымды көріп қуанып жатырмын. Осы қуанышымыз ұзағынан болсын. Ортамызда жоқ адамдардың о дүниелік болып кеткен жандары жәннатта болсын, имандары жолдас болсын. Ешқашан енді ортамыз азаймай өстіп, 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдыққа жете берейік. Барлықтарыңызға қуаныш той тілеймін. Ал құрметті үлкендеріміз, ағай апайларымыз, бүгінгі күні сіздердің орталарымызда отырғандарыңызға да қуаныштымыз. 1975 жылы түлектердің бүгінгі күні сіздерге әдейілеп шақырып, осындай мана түске дейін паркте болдық, мереке болды. Әкелеріміз біздің соғысқа қатысқан, сондай еске алып, өзіміздің осы класстастарымызда ұйымдасып, сондай шарасында ортақтастық. Енді одан кейінгі өздерінің жасаған план бойынша мінеке еске алу класстастарымызды ортамызда жоқ, соны осындай ауылымыздың ортасындағы хан сарайындағы мейрамханасында ас беріп жатырмыз. Соның ортасында мына апай ағайларымыздың отырғанына өте қуаныштымын. Аман болыңыздар. Жақсылық той тек көп болсын. Ал мына ортамыздан кеткен өздеріміздей азамат, азаматшалар, олар ешкімде жамандығынан кеткен жоқ. Одан да жақсы адам, өте керемет, артында айтарлықтай ұл-қыздары бар. Сондай жандар тамаша. Енді айтпауға болмайды. Күні кешеге дейін қасымызда жүрген, бәрінде еске аламыз деген менде кеше ғана март айында осы ботагөз подружкамыз ортамыздан кетіп қалып тұр. 50 жылдық деп дайындалып, енді жан жанатта болсын. Балдарым, тек сіздер аман болып, артында ұрпақтарысыздар. Өте қуаныштымыз, сондай ұл-қыздар тәрбиелеп кеткен. Ал қалғанда бәрінде айтуға болады. Кәдімгі жарқыраған жұлдыз болып жүрген бал болсын деген қызымыз болды. Ұлдар болды, бәрі де айтарлықтай. Осы бір 30 жылдықта жасаған уақытта қандай күшті керемет қарсы алып сол қызымыз жүріп еді. Қазір бүгін енді өмір, жаңа айтқандай ақ пен қарадан тұрады өмір дегендей. Сондай бір қара паласасы өтіп, сол өмірден озып кетіп жатыр. Жандары жанатта болсын. Бәріңізге де келіп қатысып отқан үлкен апайларымызға, Батиманың мамасы келіп отыр, Бейбіт апамызға, ана жерде Асқардың класстасымыздың мамасы жолдасы келіп отыр, Қамажайдың, Нағыметтің апасы келіншегі келіп отыр. Бәріне де көп-көп рахмет. Ал бәріңізге де енді уақыттың тығыздығына байланысты рахметімізді айтып, садақамыз осы қабыл болсын деп, арғара енді жалғасы тойдың бар, жалғасына тойда бәріміз кездесуге Алла нәсіп етсін. Көп-көп рахмет барлықтарыңызға, сауапқа жазсын, қадамдарыңызды алысты жақындатып жүре беріңіздер, дендеріңіз сау болсын. Көп рахмет. Мына жерде Сәрсенбаева Зылиха деген қызымыз да Ақтаудан келіп отыр, осы тілекке қосылам деп жатыр. Ал бақ берсін, байлық берсін, абырой берсін, аман сақтасын. Осы мерекелерін жалғаса берсін. 50-60 жылдық, 70 жылдық тойлай беріңдер. Немерелер, малдарының қызығын көре беріңдер. Мауымен айтқаныңыз келсін. Қадамдарыңыз сауап қоясын, барыңызда сауапта болады.